Сәлеметсіздерме, баршаңызға сіздермен бүгін табада пісетін торт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, бір жұмыртқа жарай береді. 4 қасық қант саламыз, тұзын жақсылап осылай араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін 1 кесе күнбағыс майын құйып аламыз. Араластырамыз. Сосын 1 кружка сүт қажет болады, яғни сүт жылы болу керек. Мөлшеріне қарай ұн қосамыз. Тестамыз осылай қатты сұйық болмау керек, қоюлау болу керек. Сосын табамызға құямыз. Осылай бетіне көпіршіктер шыққанда піседі. Астын аз отқа қоямыз. Осылай болып шығып жатыр. Біз барлығын пісірдік, енді үстіне клейгейін дайындаймыз. Клейгейін дайындадық, енді бір-бірден кремін жағып қойып шығамыз. Осылай қойып алдық, тортымыз дайын. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Және де өздеріңіздің бөлісе отырыңыздар.